құрметті әріптестер, бір проблема шешіліп жатқан жоқ. Кешегі өткен аптадағы үлкен мәселе көтерілген болатын. Сол мәселе бойынша қазір басшыға кіріп, тез шешуді сұрайық, қандай ұсыныстар бар екен білейік. Ақылдасып шешім соған байланысты қандай шешім шығарасыз, қандай Димаш Қырғымбайұлы, қазір өздерінің ұстауларының құқықтарын бар екен де, баламыздың ұстауына құқық жоқ па, сонда неге теңдей көрмейсіңдер деген мәселені айтады. Онымен қосымша ол ата-аналар осындай жауап жасады. Ол мәселені қойыңызшы, Айнұр апай. Ол мәселені қосымша бүгін мен өз леншілік түрканымен сабақ бергеннен кейін жаңа екінші сабағымның бітер-бітпесте үстінен су кетті шәкірттер. Бірінші мәселе шешіп жатты жаңағы бірінші мәселе. Бұл мәселенің бәрі күнделікті айтылып отырған мәселе ғой енді. Айтылады, қояды, қандай шешім қабылдайды? Қашан бұл проблема шешіледі? Сіздің өзіңіздің телефоныңызға жаңа проблема шешіледі. Мұдабек Есебайұлы, дәрі өшінде осы мәселені шешіп өтті. Сонда не болды? Қаншама мәселе, қаншама шешім таппаса